25 жасар телефон жөндейтін Асик базарда телефон жөндеп отырады. Ол сөйтіп ақшасын табатын. Көбінесе қыздармен оның жолы болмайтын. Ұнатқан қыздары оған қарамайтын. В общем, қыздар да оған еш жазбайтын дегендей. Бірақ Асик вроде нормальный жігіт, түрі нормально, там скоро машина алайын деп отыр, ақша жинап қойды. Квартирада тұрады, әрине енді квартирада времянкада тұрады, базардың артында, Алтын Орда базарының артында. Бірақ сол базарда өзі телефон жөндейді, Асик деген жігіт. Бір күні бір қыз келеді алдына телефон жөндетуге. Жас қыз, 18-20-да. Телефон жөндетіп. Сөйтсе, телефон тастап кетеді. Телефонын ол Асик жөндеп қояды. Асиктің бір арманы осы күнде әр күн жұмысқа шыққанда бір алдымнан бір нормальный қыз кезіктірсем, онымен таныссам, онымен жүрсем, онымен үйленсем деген бір арманы бар еді. Асик әңгіме соңында сол арманына жете ма, жетпей ма, сол туралы айтатын боламын. Ал сіздер арнайы лайк басып, бөлісіп жазылып отырыңыздар. Сөйтіп күндердің күнде Асик күнделікті жұмысына шығады. Сөйтіп жаңағы бір қыз келіп, оған телефон жөндетеді. Бірақ ол қыздың ақшасы болмай қалып, жетпей қалады. Бірақ телефонның заты мынандай болады, анандай болады. Сосын ана қыз айтады, мен сіздің нөміріңізді жазып қойсам бола ма? Ақшам болған кезде салып жіберейін, сосын келіп телефонды алып кетсем болады дейді. Асик айтады, иә, әрине дейді. Как-то басында Асикке ол қыз тартпайды енді. Былай ойланып қарасам, ұнамайды, қатты алып барқан бір мүмкін емес, красавица емес та енді. Болады қарапайым енді. Асиктің басқа вкусы еді. Сосын басында не болатыны түсініксіз, сөйтіп жарайды дейді, Асик айтады, грубить етеді кішкене. Ана қыз ауылдың қызы, қарапайым қыз. Сөйтсе, жоқ, уақыттар өтіп, сөйтіп бір ай өтіп кетеді. Сосын бір кезде Асиктің Каспиіне салады ана қыз. Сөйтіп WhatsApp-ына жазады, WhatsApp-ымды алып қойған еді. Аға, сіздің ақшаңызды салып жібердім. Бұйырса ертең телефон алып кетсем болады ғой, дейді. Иә, болады, алып кетсем болады. Сөйтіп Асиктің точкасына келеді. Сосын сол кезде как раз жаңағыдай келеді. Түске жақын Асиктің өзі тұрады, телефонын тапсырады өзіне. Міне, андай жөндедім, үйттім. Ақшасын көрсетеді, ақшаңызды жібердім, иә, көрдім дейді. Сөйтіп үйіне қарай кетіп қалады. Асик үйге барып ойланып жатады, сол қызды ойлайды кішкене. Бір айдан бері жаңағыдай телефонына келіп жүр, анау басында бір рет келеді, сосын 2-3 рет келеді негізі. Бір рет келген кезде телефон тастайды, 2 рет келген кезде ақшасы болмай қалғанын айтып, телефон алмай келеді, 3-ші рет келген кезде телефонын ақшасын төлеп алып кетеді. Сөйтіп Асик ойланып жүрді, мүмкін осы қызбен мен жүріп көрсем бе екен, сөйлесіп көрсем бе екен, платка жасамайтын шығар маған дейді. Жарайды, жазып көрейінші дейді осы. Сөйтіп үйде жатып, WhatsApp-та сәлем қарындас, телефоныңыз қалай? Жақсы жасап тұр ма? Ешқандай минус болып жатқан жоқ па? Бір кемшіліктер болып жатса, келіңіз, мен сізге тегін ауыстырып берейін, мүмкін тегін жөндеп берейін, себебі мен мойныма алдым жұмысты, мен сізге жақсы қылып беруім керек дейді. Ол қыз айтты, иә, өте керемет, жақсы жасап тұр, рахмет сіздің осындай не қылғаныңызға. Көптеген телефон жөндейтіндерге бардым, олар саған телефон жөндеп береді, кейіннен бұзылып қалса, ой, өзің алып кеттің, өзің құрттың, анау деп айтады дейді. Сіз жалпы өйстіп жасап жатсыз дейді. Асик енді жалпы Асик те сондай еді. Себебі басқаларға телефон алады, қайтарып тастайды жаңағыдай. Бірдеме болса мойнына алмайтын. Себебі иә, ол жерде гарантия жоқ, келісім жоқ дегендей. Бірақ Асик сол қызға ерекшеленеді. Айтпақшы, сіздің атыңыз кім? Таныса отырайық телефонда анау. Мен неде университетте 1-ші курста оқитын едім. Ауылда тұрам, қарапайымын, сондай ауылдың болғанда дым татау ауыл дейді да. Алысырақ жер дейді андай. Жаңағыдай бір шалғайдағы ауыл екен. Сондай жерде тұрам, біздің ауылда интернет те жоқ та дейді. Сөйтіп ауылды жайлы айтып кетеді. Сосын Асик біртүрлі бір ана қызды аяп кетеді, кәдімгідей. Өзін өзі бір аяп кетеді. Сүйкімді болып көріне бастайды көзіне. Атың кім дейді? Атым Жансая дейді. Жасы 18-де екен, осында университетте оқиды. Жұмыс жасайды екен, официант болып кешкісін. Ол сол несін бір ай бойы жүріп тапқан екен, әрине, квартирасынан бөлек сол жаңағы телефонын. Сөйтіп тұрады да Асик бір күні ойланып тұрады да, қой, не алмай ақ қояйын. Мүмкін бір жолын болып кетер, көңіл аударылар. Асиктің көңілі өзі ана қызға аударылады. Сөйтеді ана қызға Каспиіне жаңағы телефонның жөндеген ақшасын обратно салып жібереді. Ой, аға, не істегенсіз? Олай істемеңіз, аға, не істеп жатсыз деп қайтарып салып жібереді. Асик қайтадан салып жібереді. Онда бір кездесіп танысып көрсек болады, енді сіз маған кішкене жалпы бір ұнатқандай болдым деп Асик сөзін жібереді ғой. Жасы 25-те дегенде. Сосын ана қыз, білмеймін енді деп ана ақшасын салып жібергеннен кейін ыңғайсызданғандай болады. Жарайды, ана. Сөйтіп бұлар кездеседі сенбі күні кездескен кезде демалыс уақытында екеуі сөйлесіп, паркте жүреді, кафеде жүреді. Сөйтсе ана қарапайым, киімдерді қарапайым қыз екен да. Ал бірақ Асикте кішкене ақша көбірек та, енді телефон жөндейді, кішкене көбірек табады дегенде. Айына $1 миллион сондай табатын жігіт еді. Точкасы бар өзінің. Ана қызды кәдімгідей аяп бір жағынан ұнатады, сөйтіп араларында бір ұнату пайда болады, бір-біріне ұнату пайда болады. Сосын бір кезде Асик айтады,
Енді мен сізге кішкене көңілім бұрылды, ұнатып тұрмын, бір отношение құрып, жалпы айтқанда қалай айтсам екен деп, сіз маған енді танысып, жақын жүріп көрсек дейді. Сосын бір кезде кім ойланып көрейін дейді, жаңағы Жансая ойланып көрейін дейді. Ойланып көрейін дейді, 3-4 күннен кейін өзінің хабарын айтады, иә дейді. Сосын бір кезде иә деп хабарын айтып, мен осылай сіздің айтқаныңызға ойландым, жүрсек жүріп көрейік, мен енді бұрын жігітпен жүріп көрмегенмін, түсінбеймін. Әрине мен просто қорқатыным, үйде ата-анам айтып еді, алдап кетеді, жігіттермен көп жүрме, вообще жүрме, оқуыңды бітіріп ал, бірінші сабақ. Енді білмеймін, енді дос қыздарымның бәрінің жігіті бар. Мен де сол бір жағынан кішкене маған да ұнап тұрсыз, кетар емеспін деп шынын айтады. Сөйтіп екеуі қоштасып жүреді, ары жүреді, бері жүреді, кәдімгідей жігіт қыз жігіт болып жүреді. Сосын енді Асиктің жасы 25-ке келді ғой. Асиктің ата-анасы күнде айтады, ауылына барса, үй жағына барса. Квартирада тұрады бірақ ой, балам қашан үйленесің? Үйленсейші. Жасың 25-тен өтіп бара жатыр. Ол үйлену керек, ертең кеш болып болады. Я, мама, я, папа, үйленем деп күнде айтып, сөйтіп әр барған сайын сөйтіп айтып кететін. Сосын бірақ Асик айтады, Жансая дейді, жаным дейді, маған үйлену керек дейді. Мүмкін үйленсек қалай болады? Ата-анаң не дейді? Сосын Жансая ойбай, менің сабағым бар, бітіре алмай қалам, оқи алмай қалам, өзім әрең жүрмін, ақшадан жеткізіп, әйтеуір жұмыс істеп қалай болады, ол жағы сабағым не болады, ата-анам не болады, мен саған тұрмысқа шығамын дейді, бірақ қазір емес, мүмкін бірінші курспын бар болған, не істеймін дейді да. Енді ол жағы қалай болады дейді. Асик айтады, уайымдама дейді да, бұйырса бір нәрсе қыламыз оған дейді, өзім не қыламын дейді, маған сенсең болды, өзім не қыламын дейді. Короче сөйтіп Жансая үйде анасына хабарласады, звондайды, бәр жағдайды айтып келеді, осылай үйден бүйтем, не істесек болады, мен тұрмысқа шыққым келіп тұр негізі дейді. Сіз не дейсіз дейді. Сабақта оқытам деп тұр ол жігіт. Сосын Жансаяның анасы айтады, қызым сен оны егер ұнатсаң дейді, действительно шешім қабылдаған болсаң, өзің ойың, жүрегің ол жігітке өзің сеніп тұрған болсаң, қызым мен саған сенемін дейді. Мүмкіндігіңді жіберіп алма, себебі адамдар өз адамдарың дейді табыла бермейді дейді өмірде дейді. Сол үшін де мүмкіндігіңді жіберіп алмай, жақсылап ойлан бірінші дейді, жақсылап ойлан, ұнатсаң, жақсы көрсең мен қарсы емеспін дейді. Оқу деген ол бола береді дейді. Мейлі ол сені оқытпай жатса да кейіннен дейді, бірақ өз адамың болса, семьядан артық нәрсе жоқ, сен келісіміңді бер, бірақ жақсылап ойлан дейді, мен әкеңмен өзім төлесемін дейді. Жарайды дейді. Сөйтеді Жансая айтады, бән жағдай айтады, анам осылай айтты, осылай деп жатыр, енді оқытпайтын болса да деп айтпайды, анам айтты, егер сенің өзің шешімің сол болса, ойланып барып шешіміңді қабылдаған болсаң, мен соны саған сенемін деп айтты дейді. Сосын Асик үйіне барып қуанады, үйленуім керекпіз, жібере алмау керек, мүмкіндік жоқ. Осы мүмкіндік жібере алмайды дейді. Асик кімді Жансаяға кәдімгідей тұрмысқа шығасың ба деп сөз салып, оның видеосын сторисіне салып, Жансая қуанып, кәдімгідей инстаграмда қазіргі кездегідей сөйтіп екеуі үйленетін болып, жаңағыдай сөйтіп бір айдан кейін, жаңағы жүргеннен кейін бір айдан кейін Асик үйленеді, сөйтіп кішігірім тойын жасайды. Сосын Асик сөз бергендей Жансаяны 4-ші курсқа шейін оқытады, балалы болады, оқытады, әйтеуір өйтіп оқытып дипломын алып, Жансая сөйтіп қиналып жүрген Жансая жұмысқа да бармайды, үйде семья болып, жаңағыдай жақсылықпен үйінде бала-шағасын бағып, баласын бағып, квартирада тұрса да бүйтіп Алматының шетінен бір жер алып, екеуі сол жақтан үй салып, жақсы үлгілі семья болады. Міне көргендеріңіздей арнаға жазылып лайк басып отырыңыздар. Мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Қыздар жігіттерге айтатыным, мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Жақсылап ойланыңыздар, бірақ мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар. Сау болыңыздар, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.